Есімді еміс-еміс білетін жастамын. Бір топ бала көрші ағаның тракторының прицепіне мініп алғанбыз. Бұрыштан бұрышқа жүгіріп ойнайтын ойын болушы еді. Күн ұзақ соны ойнаймыз. О да шу жас балалар жүгіріп бос темір салдырлап жататын. Түс кезі көрші ағам үйден шығып бізге қарай беттеді. Соңынан жаулығы жалпылдап жеңешем көрінді. Төбе басында тұрған тракторды сырғытып келіп, от алдырды да, біз ойнап жатқан прицепті тағып үлгірді. Сонымен не керек? Бізге түсіңдер деген ишарамен қолды бір сілтеді. Түс дегенге түсе қоямыз ба, түспейміз деп шулап жөнелдік. Ашуға булыққан ағамыз түсіңдер қане, біз шөп шауып келеміз деп айғайға басты. Оған да шулап түспей қойдық. Ендеше маған шөп жинауға көмектесесіңдер. Құлап кетпей тыныш отырыңдар. Орындарыңнан тұрушы болмаңдар деп өзі рөлге отырды да жеңешемді қасына отырғызып жүріп кетті. Қысқасы, ауылдан 1,5 шақырымдай жердегі қалың шөп өскен өзен бойына келіп тоқтады. Содан прицепті ағытып, төбе басына тракторды қойды. Онан жеңешем екеуі жинаулы жатқан шөпке қарай кете барды. Біз болсақ күннің ыстығынан қашып, прицеп астындағы көлеңкеге жайғастық. Біраз отырдық, қанша отырғанымыз есімде жоқ. Тек Еркін деген баланың көлге шомылайық дегеніне жүгіріп кеп өзенге қойып кеттік. Бәріміз де бала емеспіз бе? Сумен ойнап, бірімізге біріміз су шашып, ойын қарақ басталды да кетті. Біраздан соң ойын ушығып, лай шаша бастадық. Балалық қой, мен суы кеуіп құрғап қалған қақ тасты лақтыра бастадым. Сөйтсем, мен лақтырған тас Ерлан деген баланың құлағына тиіп кетіп, еңіреп жыламасы бар ма? Қорыққанымнан тұра қаштым. Қашқанда қайда қашам? Сол маңдағы қалың шөптің арасына барып жасырындым. Содан әрі жаттым, бері жаттым. Бірақ мені іздеп жатқан ешкім жоқ сияқты. Қой, не де болса шығайын деп, енді тұра бергенімде жақын маңдағы шөп арасынан жеңешемнің басы қылтиып көрінді де қайта жоқ боп кетті. О баста аса мән бере қоймай біраз жаттым да жәйімен тұрып қайта қарадым. Сөйтсем, тағы да сол. Жеңешем басын қылтитып, жан жаққа қарап алады да қайта жоғалады. Қой, не де болса барайын деп, өз бойыммен бірдей шөп арасынан жақындай түстім. Арасында тоқтап, тың тыңдап аламын. Құлағыма жәймен сыбырласқан дыбыстар келеді. Бірақ анық ести алмаймын. Өйткені оң жақтан соққан жел дауыстарын бөліп әкетіп жатыр. Ойымда ештеңе жоқ. Қызық көріп жақындай түстім. Кенеттен «Әне ол, әне жүр» деген дыбысқа жалт қарасам, мені көріп қойған балалар соңымнан қуып келеді. Дедім де тұра қаштым. Қашқанда қайда қаштың деңіз? Соғыс боп жатқан майданға қарап қашыппын. Тапа-тал түсте қып-қызыл қырғын болатынын қайдан білемін? Сол қашумен келіп, ағам мен жеңешемнің бас жақ тұсынан шаңды бұрқыратып өте шықтым. Мәссаған, ағам жатыр, жеңешем үстіне шығып алған, қос анары салбырап секіріп, ойбай, мынау қып-қызыл қанды соғыс қой. Ақ тер, көк тер болған сартты-сүртті өз көзіммен көріп өттім. Өзім сымырап қашып барам. Сөйте тұра, мыналар не істеп жатыр, деп ойлап барам. Қызық деймін да, расында да мыналар не істеп жатыр, неге екеуі де тырдай жалаңаш деп қоям. Сөйте тұра, неге бас жағынан өттім екен, неге аяқ жағынан өтпедім деп қоям. Дәмегүлдің дәмесі ғой, аяқ жағынан өтсем бірдеңе көретін сияқты боп барам. Сонда көзіммен көргенім осы болды. Кейін өстік қой, ес кіріп ер жеттік. Осы күні ойлап қоямда, ағам мен жеңешем сол кезде нетіп жатқан екен ғой деп.